Сәлем, дәмді және қол жетімді рогалик дайындаймыз. Тостағанға қант, шымшым тұз, бір жұмыртқа қосамыз. Айран құямыз. Орнына қаймақ немесе йогурт қолдануға болады. Күнбағыс майын құйып жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұнның жартысын қосып, нан үйреміз. 250 грамм ұнды бірақ қосып, консистенциясына қарай біртіндеп қосамыз. Менде 350 грамм ұн кетті. Қамырымыз өте жұмсақ және қолға жабыспауы керек. Ортасын толтыру үшін кептірілген жемістер, шоколад пастасын, джем сгущенка қолдансаңыздар болады. Менде бір ас қасық қант пен жарты шай қасық корица, шоколад және джем. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, шар тәрізді етіп аламыз. Градуста духовкамызды қыздырып қоямыз. Жұмыс орны кішкене ұн себіп, қамырды 2-3 мм қалыңдықта жаямыз. Қамырды сегменттерге бөліп, толтырмаларды саламыз. Тегістері төмен қаратып орналастырамыз. Корица мен қантты жақсылап орналастырып аламыз. Содан кейін барып сегменттерге бөлеміз. Градуста қызып тұрған пеште сәл қызарғанша дейін 15-20 минут пісіреміз. Рогаликтеріміз дайын, астарымыз дәмді болсын.